Бастайын. Бастай берсеңіз. Құрметті қоғамдық тыңдауларға қатысушылар, қайырлы күн. Қоғамдық тыңдауларда Атажұрт минералс ЖШ Қарағанды облысы Ақтау ауданындағы Мыстөбе кен орнындағы тау-кен жұмыстарын жүргізу жоспарының жобасына қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу үшін материалдар. Қайтадан бастамайсыз? Жоқ, оқи беріңіз, оқи беріңіз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Оқи беруге болады, ештеңе жоқ. Шығарындылар, нормативтердің жобалары, қалдықтардың тазалау бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары бойынша мүдделі жұртшылықтың ашық жиналысы арқылы бастаймыз. Экологиялық кодекстің 70 бабының 11 тармағына және қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы орган өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Мен Тажиева Раушан Сейітқұловна жергілікті атқарушы органның өкілімін және жиналысқа төрағалық етемін. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлау және қоғамдық тыңдаулар регламентін бекіту қажет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып Мейірхан Жұбайділдаевты сайлауды ұсынамын. Қарсы емессіздер ме? Қарсы емессіздер. Қол көтеріп дауыс берсеңіздер. Рахмет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлау үшін қолдарыңыз көтеріңіздер дедім. Кім қарсы болса қолдарыңыз көтеріңіздер. Иә, бұл жерде қолдарыңыз көтеріңіздер деп опять жазып. Аха, не ана қарсылыққа да көтеру. Дұрыстап қарсы болсаңыз, жиналысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен хатшы сайланды. Қоғамдық тыңдауларды өткізудің мынандай регламент ұсынылады. Баяндамашының сөз сөйлеуі Атажұрт минералс ЖШ қоршаған ортаны қорғау бөлімінің аға маманы Сымбат Жақсылықов 30 минутқа дейін. Баяндаманы талқылау. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Қоғамдық тыңдаулар тақырыбы бойынша сұрақтар мен жауаптар 30 минутқа дейін. Сөз сөйлеу немесе сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолыңызды көтеріп, өтініңізді хаттамаға ұсыну қажет. Сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болу қажет. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 15 минутқа дейін. Мен регламентті бекітуге дауыс беруді ұсынамын. Регламентке қарсы емессіздер ме? Қарсы емессіздер ме? Да, қол көтеріп дауыс берсеңіздер. Кім қарсы болса, тоже қолдарын көтеріңдер. Ешкім қарсы емес, хаттаманы дайындау үшін бейне және аудио жазба жүргізіліп жатқанын хабарлаймын. Сөз баяндама. Сөз баяндаманы Сымбат Жақсылыққа береміз. Қайырлы күн. Құрметті қоғамдық қатысушылар, сіздерді көріп тұрмын, кішкене экранға өтсек жақсы көрінеді. Бүгін талқылайтын мәселеміз, талқылайтын тақырыбымыз Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы Мыстөбе кен орнындағы тау-кен жұмыстарын жүргізу жоспарының жобасына қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу үшін материалдар, шығарындылар, нормативтерінің жобалары, қалдықтардың басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары болып табылады. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін негіз Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабының 1 тармағына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру жүйесінде процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Және де мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізу қағидаларының 3 тармағына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптамасының мемлекеттік экологиялық сараптаманың 77 бабына сәйкес мынандай объектілер болып жатады. Ол бірінші және екінші санаттағы объекттер болып табылады. Салу және пайдалану жөніндегі жобалау құжаттамалары экологиялық рұқсаттар алу үшін кодексте көзделген арнайы осындай пунктты өткізу керекпіз. Кәсіпорын туралы мәлімет. Жұмыс субъектісі Атажұрт минералс жеке серіктестігі. Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы Атажұрт минералс кәсіпорынның негізгі қызметтері асыл тастарды
алмастан басқа және жартылай асыл тастарды және янтарь өңдеу болып табылады. Тау-кен бөлу алаңы 0,517 шаршы шақырым құрайды. Жұмыс сипаттамасы ағымдағы жоба негізінде 26-29 жылдары жұмыс жүргізіледі. Бұл жылдары Мұстөбе кен орнының алтыны бар кендерді өндіру жүзеге асырылады, жоспарланып отыр солай. Және де келесі жұмыстар жүргізілеміз. Бұл кен орнын ашу, барлау жұмыстары, даму жүйесі, экологиялық барлау жұмыстары, және арықтар мен траншейлер қазу, геологиялық құжаттама, топографиялық геодезия жұмыстары, және де бағаналы барлау оңғылмалары, гидрогеолог және гидрогеолог зерттеулер жүргізілеміз. Жалпы жұмыс мақсаты қоршаған ортаға әсер ету үшін экологиялық рұқсат алу болып табылады. Енді қараңыздар, мына жерде айтайын деген кәсіпорынның орналасқан жері. Әкімшілік тұрғыдан Мұстөбе кен орны ауданның аумағы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында орналасқан. Ең жақын елді Мойынтыдан 70 шақырым, Сарыағашынан 60 шақырым жерде орналасқан. Және де шығысқа қарай 100 шақырым жерде Алматы Екатеринбург аумақтарында жолы өтеді. Ең жақын су объектісі бұл 40 шақырым жерде Балқаш көлі болып табылады. Мұстөбе кен орнының лицензиялық аумағының ауданы 0,597 шақырым құрайды. Және де мына жерде берілген координаталар бұл қай жерде карта бойынша көруге болады, бәрі жазылған. Санитарлық қорғау аймағы және шашырауды есептеу. Объектілердің санитарлық қорғау аймақтарына қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар бойынша Қазақстан Республикасының сақтау министрлігінің міндетін атқарушы 2022 жылғы 1 қаңтардағы екінші бұйрығымен бекітілген. Және де санитарлық қорғау аймағы Мұстөбе кен орнына 1000 метр болып табылады. Рұқсат етілген шығарындылар, нормативтері, сенді жұмыс болғаннан кейін техника болады, шаң болады, отходтар бәрі, қалдықтар бәрі көп болады. Бәрін оның барлығын нормалап қоямыз. Айтайын деген жерде жүргізілген талабына сәйкес рұқсат етілген шығарындылар, нормативтер жобасына сәйкес атмосфералық ауаға әсер ету нәтижелері мынандай болады. 26 жылы біз енді барлау жұмыстар болады, 65 тонна, 27, 28, 29 жылдары, мына жерде 27 жылы 433 тонна, 28 жылы 403 тонна, 29 жылы азая береді, 31 тонна жылына болады. Және де бүкіл жұмыстың барлығы нелер источниктері, көздері бұл неорганизованный. Бұл жексек велосипед көздері болады. Және велосипедтардың осы жоқтан 8 түрі құрайды. Қалдықтарды тізілген нормативтермен лимиттері. Кен орнының қызметінің нәтижесінде 2026-29 жылдары жалпы 6 түрі болады қалдықтардың. Оның барлықтары қауіпті емес болады. Және де ашылған тау-кен жыныстары скрученный порода. 27 жылы 626 мың тонна, 28 жылы 221 800 тонна, 2029 жылы 104 600 тонна болады. Скрученный порода дейміз, жердің тау жыныстарын ашамыздай. Жаңа айтайын деген бұл мәселеде бүкіл қалдықтарды біз Қазақстан заңы бойынша біз тек қана 6 айдан сақтай алмаймыз артық. Мердігер ұжымдармен арнайы келісімшартқа отырамыз. Бүкіл отходтар арнайы не болады, площадкалар. Судан жинаймыз, контейнер қойып қойылады, бәрін бөлек. Жинағанда бөлек жинаймыз. Қағаз, пластик бәрін бөлек жинаймыз да 6 айға асырмай бәрін шығарып отырамыз. Оған арнайы мердігер ұжымдармен келісімшартқа қоямыз. Сонымен жабдықтау. Технологиялық қажеттіліктер үшін кен өндіру барысында ілеспе суларды пайдалану және жүзеге асыру көзделеді. Ауыз су қажеттіліктерін арнайы су алдырамыз, ауыз суды дүкеннен алып тұрамыз. Суды пайдалану мақсаты шаруашылық ауыз су және өндірістік техникалық сумен жабдықтау. 26-29 жылдары арналған
су тұтынудың есеп көлемі жазылған 137 мың 40 мың 137 мың метр куб. Және де бүкіл суларды біз енді тоже мысалы су ана жерде городокод уақытылы кісілер тұрады енді сол кезде бүкіл суларды тихо төкпейміз, арнайы септик қойып бәрін алып кетеміз, тоже мердігер ұжымға қол көтеріп алып тұрамыз оның барлығын. Өндірістік бақылау, экологиялық бақылау. Енді біз осы бекет ашылса, бұйырса сондай енді жоспарлап отырмыз. Ашқан кезде біздің міндетіміз бұл екінші міндетіміз, ең бірінші міндетіміз бақылап отырамыз. Ауа, суық, бірақ әсері бар ма жоқ па соның бәрін қарап отырамыз да. Және атмосфералық ауаға әсерінің бақылауы біз 90-на бір рет арнайы келіп өлшеп тұрамыз. Су ресурстарын 90-на бір рет қарап отырамыз. Жер асты, жер асты суларын бәрін қараймыз. Өндірістік қалдық мониторингі тұрғылықты постоянно жүргізіледі. Топырақ жаңылысын жылына бір рет қарап отырамыз. Өсімдік жаңылысын мониторингі жылына бір рет болады. Радиационный мониторинг тоже жылына бір рет болып қарап отырамыз. Атмосфераны қорғау жөніндегі іс-шаралар. Енді құрғақ жел ауа райында тау-кен жұмыстарын жүргізген кезде енді шаң болады, тозаң болады, бәрін енді шаң болған кезде біз арнайы жолдардың бәрін бүкіл жолдарға су сеуіп тұрамыз. Бәрін енді приготовление дейді общаться, бәрін шу шаң нетпесін деп, құрғақ көтермесін деп арнайы су шашып тұрамыз. Және де жер асты суларын да бақылап отырамыз. Учет бәрін қарап отырамыз, қанша болады. Және де агенттік деген су түткен кезде біз арнайы агенттік болады, реагенттер. Ол ешқандай несі жоқ, безопасный. Арнайы суға шаң көбірек не болмасын деп қосып тұрамыз суға. И бүкіл сонда шаң азайып ұзаққа жетеді. Шаң баспауы. Топырақты қорғау шаралары бөлінген аумақта арнайы сыйымдылықтарға, контейнерге, қоқыс жинағыштарға жинастырамыз. Одан әрі шарт бойынша айтқандай бүкіл қоқыстар мен ластауға жел бөлмейміз. Бәрін шығарып отырамыз уақытымен. Қалдықтардың әртүрлі бөлек жинаймыз. Пластик, металл, шыны бәрін бөлек жинаймыз. Және де скручной пород дейміз, скручной пород бұны біз енді технологиялық жолдар төсеу, пайдалану сондай жоспарда болып тұр. Ол отходтық енді біз бәрін қолданып пайдаға асырамыз. Санитарлық қорғау, гигиеналық шаралар. Жұмыс бабында санитарлық қорғау аймағының шекарасында және объектінің ықпал ету аймағында өндірістік алаңда дезинфекция, дератизация жүргізіледі. Мысалы, және де бүкіл жұмыскерлер арнайы киім, арнайы аяқ киім және де басқа жеке қорғаныс құралдары беріледі. Және де қызметкерлерге алдын ала уақытында медициналық тексерулер өткізіп тұрамыз. Күн сайын өсімдіктер мен жануарларды дүниесін қорғау жөніндегі іс-шаралар. Жануарлар әлеміне әсерді азайту, сондай-ақ тіршілік ету, сақтауға бағытта бүкіл жұмыстар тек қана арнайы жолдарға жолдармен жүреді. Айдалада ешқандай техника жүрмейді. Соның арқасында біз солай сақтаймыз. Айтып кетейін деген жобаны іске асырудың балама нұсқалары мен негізі нұсқаны таңдаудың негіздемесі. Бізге енді мемлекеттің арнайы лицензия бойынша біз жер алып отырмыз ғой, сол аумағын игеру бойынша. Сол жер тек қана бізге мемлекет берген лицензия бойынша тек қана жұмыстар жүргізіледі. Ешқайда сыртқа шықпаймыз. Тек қана сол жерден жұмыстар жүргізіледі. Сондай мақсат көп тұр. Баяндама бітті, сұрақтарыңыз болса. Оны ашса жұмыс адамдар ала ма? Иә, оны ашсақ міндетті түрде енді алдында да біз айтып кеткенбіз. Бірінші қоғам тыңдауда да міндетті түрде осы жақын ауылдардан алған іс-шара бойынша бізге де ыңғайлы. Неге өйткені вахтовый городок ол жақта ше. И вахтовый городок болғаннан кейін мынау жұмыс берушінің мойнындағы міндеті адамдарды өзінің тұрғылықты жерінен вахтовый городокқа дейін алып келіп және қайтадан орнына шейін алып бару. Соның расходы былайша айтқан кезде жұмыс берушінің міндеті болады.
и сол кезде ең ыңғайлы сол жақын аумақтардағы тұрғылықты халықтан жұмысшы алған ше. Өйткені сіздерді мысалға 60 шақырымға алып келе салу расход жағынан аздау болады. Сол мақсатта. Бізде енді жаңа айта кетті ғой, 26 жыл ол тек қана барлау жұмыстар. 27 жылдан бастап толық қанды ашылады деп үміттеніп отырмыз міне, Алла қаласа. Қазіргі таңда ешқандай жұмыстар жоқ. Біз енді тек қана жоба жасап жатырмыз, иә. Егер осы жоба іске асып кететін болса, бұдан кейінгі жобалар уже инфраструктураның жобалары кету керек. Баяндама үшін рахмет. Баяндаманы талқылауға көшуге сұрақ жоқ қой. Бар ма? Құрметті қатысушылар, сіздерге Қарағанды облысы Ақтау ауданында Мұзтөбе кен орнындағы тау-кен жұмыстарын жүргізу жоспарының жобасына қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу үшін материалдар, шығарындылар, нормативтер жобалары, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары бойынша жоба құжаттамасы ұсынылды. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың сапасы туралы, оларды түсінудің толықтығы мен қолжетімділігі тұрғысынан жалпы пікірін айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдаулар өтті деп айта аламын және қоғамдық тыңдаулар аяқталды деп жариялаймын. Барлықтарыңызға қатысқандарыңыз үшін рахмет. Жақсы, рахмет.